Баршаңызға сәлем, менің шеберханама қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста біз осындай етік түріндегі үй аяқ киімін тоқуды үйренетін боламыз. Тоқыманы бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Тоқу үшін мен осындай жіп пайдаланатын боламын. Өте қалың, көп қатпарлы, шамамен 100 граммда 200 метр. Крючогымның номері 4. Тоқуды біз табаннан бастаймыз. Ол үшін біз бастапқы қатар ең бірінші неше ауа ілмегін алу керегімізді анықтауымыз керек. Ол үшін біз табанның ұзындығын өлшейміз. Табанның ұзындығы менде 36-шы өлшемге 22 сантиметр. Және де аяқтың жалпақтығы 8 сантиметр. Әркімде әртүрлі болады. Бұл манекеннің аяқ жіңішке болғандықтан 8 сантиметр болып тұр. Яғни біз 22 сантиметр, яғни табан ұзындығынан табан жалпақтығын 8 сантиметрді кемітеміз. Сол кезде бізде 14 сантиметр болады. Бұл дегеніміз біздің бастапқы ауа ілмектер 14 сантиметр болу керек. 14 сантиметр менде 27 ауа ілмегі болды. Крючоктағы ілмекті есепке алмаймыз. Мынау белгілеп қойғаным біздің 27-ші ауа ілмегі. 27 ауа ілмегінің мен 13-ші ілмегін белгілеп қойдым. Бұл бізде ортасы, яғни осы жерден бастап мен накидті столбиктерді тоқитын боламын. Ал мына жағы менде өкше жағы накидті столбиктермен тоқимын. Міне крючоктан кейінгі екінші ауа ілмегіне крючокты өткіземіз. Жіпті тартып шығарамыз. Жіпті іліп, жіпті тартып аламыз. Бұл бізде жай столбик, накидті столбик болып табылады. Тағы келесісіне өткіземіз. Жіпті тартып шығарамыз. Тағы іліп аламыз да тоқимыз. Осылайынан мына белгіленген жерге дейін тоқып шығамыз. Міне мен белгіленген жерге келдім. Крючокты маркерді алып тастаймыз. Жіпті іліп аламыз крючокқа. Ілмектен өткізіп, жіпті тартып шығарамыз. Крючокта бізде 3 ілмек болды. Жіпті іліп алып, екеуінен өткіземіз. Тағы да іліп алып, екеуінен өткіземіз. Тағы да келесі ауа ілмегі. Осылай мына соңғы ілмекке дейін тоқимыз. Міне біз соңғы ілмекке келдік. Соңғы ілмекке біз 7 рет накидті столбик тоқитын боламыз. Жіпті іліп аламыз. Крючоктан өткіземіз. Тағы да осы жерге осылай осы ілмекке біз 7 рет накидті столбик тоқимыз. Міне мен бір ілмекке 7 рет накидті столбик тоқыдым. Бізде осындай дөңгеленіп шығады. Енді әрі қарай мына белгілеген жерге дейін осыған симметриялы етіп тоқимыз. Міне табанымыз өз формасын алып келе жатыр. Енді мынау біздің белгілеген ілмекке келдік. Соңғы ілмегіміз. Осы жерге біз 4 рет жай столбиктер тоқимыз. Яғни накидсіз жай ғана столбиктер. 1 2 3 4 және қатардың басымен біріктіреміз мына ілмегімізбен. Осылай бізде бірінші қатарымыз дайын болды. Енді екінші қатарда мынау ортадағы бас жағындағы бізде 7 рет тоқылған накидті столбиктің екіншісіне белгілеп қоямыз да осы жерге дейін бір накидті столбиктен тоқып шығамыз. Бұл бізде бір накид болып саналады. Әрі қарай әр столбикке бір накидті столбиктен тоқып шығамыз. Мына біздің белгілеген жерге дейін тоқимыз. Белгіленген жерге келдік. Жіпті іліп аламыз крючокқа. Енді осы жерге 2 рет накидті столбиктен тоқып шығамыз. 1 осы жерге тағы да екінші. Келесісіне де
2 рет накидті столбик тоқимыз. Осылай біздің белгілеген жерге дейін 2 накидті столбиктен 2 рет накидті столбиктен тоқып шығамыз. Яғни біз жоғарысындағы 1-ші, 2, 3, 4, 5 ілмекке 2 рет накидті столбиктен тоқимыз. Міне бізде осындай болды. Белгілеген жерден бастап симметриялы етіп 1 накидті столбиктен тоқимыз. Міне өкшесіндегі 4 столбикке келдік. Бұл жерге де біз 2 рет накидті столбиктен тоқимыз. Міне 3-ші қатарымыз накидті столбиктермен тоқып жатырмын. Мынау біздің қосарланған столбиктер тоқыған жерге келдік. Енді осы жерде біз бізде 1 ілмекке тоқылған 2 столбик, соның біріншісіне 2 рет накидті столбик тоқимыз. Екіншісіне 1 рет столбик тоқимыз. Келесі оғанда 2 накидті столбик. Одан кейінгісіне 1 столбик. Осыларға қайталап шығамыз. Әрі қарай симметриялы етіп тоқимыз да, өкшесіндегі мына қосарланған столбиктерге де солай мынаған 2 рет столбик, мынаған 1 столбик. Солай қатарда аяқтаймыз. Міне 3-ші қатарымыз осындай болды. Мына өкше жағы. Мына 4-ші қатарымыз. Дөңгелеген жағына келдім, дөңгеленген жеріне. Енді бұл жерде біз қосарланған столбиктің біреуіне 2 рет накидті столбик тоқимыз. Келесісіне 1 столбик тоқимыз. Мына жалғыз тұрған столбикке 1 столбик тоқимыз. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Осылай тоқимыз. Өкшесіне де дәл солай 2, 1, 1, 2, 1, 1-ден тоқып қатарда аяқтаймыз. Міне біздің 4-ші қатарымыз осындай болды. Барынша тығыз қылып тоқыған жақсы, өйткені бұл табан болғандықтан шамалы кигеннен кейін босаңсиды. Енді өлшеп көрейік. Неке ұзындығы 22 сантиметр және жалпақтығы 8 сантиметр. Бізге керекті өлшемді тоқыдық. Осындай әдіспен сіздер де өзіңізге керекті өлшемді тоқып алсаңыздар болады. Енді келесі мастер-класста біз осы етіктің жоғарғы бөлігін тоқитын боламыз. Видеоны жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.